Ассалаумағалейкум ағайындар, YouTube желісінің көрермендері, бау-бақша сүйер қауым. Бүгін сіздермен бірге жеміс ағаштарын күтіп баптау, яғни жеміс ағаштарын көктемге дайындау, жеміс ағаштарына күзде қандай органикалық тыңайтқыштар беру, қалай беру жайлы айтатын боламыз. Енді жеміс ағаштары кезінде астына удобрение, шіріген көңдер берген болсаңыз, ол енді уақыттың өтуімен азаяды, жоқ болады. Соның үшін жылына бір рет немесе 2 жылдан бір жеміс ағаштарына осындай органикалық тыңайтқыш шіріген көңдерден астына көміп отыруымыз керек. Жердің құнарлығын арттыру мақсатында. Енді біздің өңірлерімізде жердің құнарлығы төмендеу, соның үшін осындай шіріген көңдерді астына көміп отырмасақ болмайды. Енді мына өрік жеміс ағашы, қандай жеміс ағашқа берсеңіз де болады. Мана видеомызда бір сұрақ қойған екен, осы күзде қандай удобрениелермен толықтырып отырсақ болады, жүзімдерді, басқаларды деп. Бәріне де осылай бере берсеңіз болады. Мінекей жемістен осындай 60-70 сантиметр былай қашықтан, ара қашықтығы осындай айналдырып, айшық тәрізді қылып қазамыз, жартысын айшық қылып. Ар жағын қалдырамыз, тек қана жартысына қазамыз. Осыны тереңдігі 60-70 сантиметрдей қазамыз. Мінекей жемістен былай қарада 60-70 сантиметрдей айшық тәрізді қылып, тереңдігін 60-70 сантиметр қылып қазамыз. Еніне бір 40 сантиметрдей болса болады. Осыны қазір енді қазып, көңді саламыз бір кетті. Енді мен сіздерге өзімнің білгенімді айтып жатырмын. Өзімнің бақшамда көріп, тәжірибеммен жинағанымды. Осыны қазір қазамыз. Осылай қазып шығамыз, айналдырып, кішкене мына жаққа тамырлары келіп тұрған болса, ұштарын кішкене шырып кеткенінің ешқандай зияны жоқ. Осыны әдемілеп қазып шығамыз. Мінекей қазып болдық, тереңдігі 60-70 сантиметр тереңдікте айшық қылып, осылай бір жағын қазамыз, жартысын. Келесі жылы ар жағына қазсаңыз болады, немесе арғы жылы. Мен алдын 2 жыл бұрын қи көнген едім. Астына осы жеміс ағаштарыма осындай 1-2 жылдан қи салып тұрам, әлі де бар екен мінекей. Қилар шіріп тұр әдемі болды. Енді биыл және саламыз, тағы да осылай салып отырсаңыз, жемістеріңіздің әдемі болып өсіп, мол жеміс беруіне көп көмек етеді. Мінекей қазып шықтық. Енді мына жерде мінекей мынау жылдаған шіріген көң, бірнеше жылдаған шіріген көң. Енді осыны астына бір қатар жайып саламыз. Қидың көңнің өзін бір қатар жайып салып, оның үстіне бір қатар топырақ, кәдімгі өзінен шыққан топырағын жібереміз. Енді бұл әдемі болып шіріп жату үшін су жіберуіміз керек астына. Қысымен осы ылғалымен шіріп, көктемге дейін әдемі болып бабына келіп тұрады. Бір қап қи жібердік, көңді, оның үстіне топырақ салдық. Енді тағы бір қап жаңа шірген көңімізді жібереміз мінекей, қиды мол қылып. Өзі шірейді, көктемге дейін шіріп әдемі болып тұрады. Бұның үстіне тағы бір қатар топырақ жібереміз мінекей. Тағы бір қатар топырақ жібереміз. Екінші қаптан кейін топырақ жайдық, екінші қап қидың үстіне, көңнің үстіне. Енді үшінші қап шірген көңді жіберіп атымыз. Көктемге дейін шіріп, өзі тамыр арқылы осыны алады керек. Әбден шіру үшін бұның үстіне де суды жібереміз.
Көріп тұрғаныңыздай. 3 қап шіріген көң жібердік. Топыраққа араластырып, тағы бір қата топырақ жайып шығамыз үстіне. Осылай жеміс ағаштарды күтіп баптамасаң жылда ол енді жеміс беруін азайтып немесе кейін дұрыс жеміс бермей қалуы мүмкін. Осылай жылда күтімін беріп баптап отыруымыз керек жеміс ағаштарын. Мінекей, бұны барлық жеміс ағаштарға қолдансаңыз болады. Жүзім, мына өрік, шабдалы ма, барлығының түбіне осындай айшық қылып қасып жылда қойып отырсаң. Мінекей, мынау 4-ші қап шіріген соң 4-ші қапты жібереміз. Бұл шіріп, әбден шіріп, неше жылдан бері шіріп тұрған көң. Бұны да астына жайып жібереміз. Өзі көктемге дейін және жаңбырдың, қардың суы бар астында өзі. Жаңа су құйдық, шіріп, бабына келіп тұрады көктемге дейін. 4 қап көңді жібердік, шірген көңді топырақ араластырып, мінекей, мына бетіндегі 4-ші қабы. Оның үстіне тағы су құямыз. Енді әбден өзі астына шіріп, керемет болып көктемге дейін бабына тұрады. Бұның бәрін бетін осындай топырақпен жауып шығамыз. Осылай жемістеріңізді күзде осындай қылып астарына шірген көң салып көктемге дайындап қойсаң болады. Бұл деген кәдімгі органикалық тыңайтқыш есебінде өте әдемі күш береді көктемде. Топырақпен көміп болдық. Бәрін. Енді астында әдемі болып жүріп жата береді. Көктемде өзі жеміс ағаш тамыр арқалы осыдан керегін ала береді. Кішкене топырағы қалды. Ол мынау енді жаңбыр жауады, қар жауады, ары қарай кішкене отады. Содан кейін оны орнына толтырып тастасақ болады. Алдыңғы жылы салған топырақтарымның арасында да көңдер бар. Мен осыны 2 жылдан 1 жылдан істеп тұрамын. Биыл былай ашық қылып мына қапталын істесек, кейінгі жылы ары қапталын істесек болады. Осылай жеміс ағаштарыңызды көктемге дайындап, шіріген көңдер беріп осылай дайындасаңыз болады. Енді мен өзімнің бақшамда өзімнің жасағандарымды көрсетіп жатырмын. Сіздерге пайдалы болса, біз қуаныштымыз. Каналымызға тіркеліңіз, лайк басып, қолдау білдіріп отырыңыздар ағайындар. Келесі видеоларда аман сау болыңыздар.